Мен негізі Динара Сатжан өткенде айтқандай бір мүлдем ашылмаған кітаппын ғой. Мен туралы айтса таңды таңға атыра беруге болады. Адамдар енді менің бір адамға кіші, бір адамға үлкен, ақырында осы жасқа дейін жеткен жетістігіміз бар. И арман мақсатын жазады, бір сиқырлы дүние істейді, содан кейін жетіп жатыр дегенді кездескенде сұрайды да. Мен туралы бір факт, мен осы уақытқа еш уақытта блокнот ұстаған адам емеспін, жазған да адам емеспін да блокнотқа. Бірақ адам өзгереді екен ау. Соңғы бір жылда бір басында өмірінде бір блокнот ұстамаған адамда 5-6 блокнотым бар ғой. Вот так адам деген үсті өзгереді екен. Абай атамыз айтқан ғой, адам баласы өзіне күнде есеп берсін. Күнде есеп бере алмайтын болса, аптасына берсін, аптасына бере алмаса, айына берсін. Тым құрығына жылына бір рет өзіне есеп берсін дейді. Сондықтан да өзім барынша қазір болып жатқан әр дүниеден, оқиғадан жиі өз-өзіме есеп беруге, анализ жасауға уақыт арнайтын болдым. Бұл не? Есейгендік па? 30+, кажется. Не деп отырсың? Сен мамаға енеме жылаушы еді, сен Жакөлейдің сөзін қорғайсың деп. Мына жерде мама отыр, күйеу баласының сөзін жақтап. Екеуі маған қарсы шығып жатыр, әмір ұрыссын аларға. Нәрсе айтып жатырмыз саған. Айтшы. Психолог. Қош. Кеп тұр, алайыншы. Не айтып тұр, ары қарай ты будешь жить со мной. Так что қатты кетпеңдер, достар. Айтшы, қатты кетпе деп. Ананың өзін ұнап отыр, көрдіңіз? Әмірдің өзін ұнап отыр, біздің айтқанымыз. Айбай, не деген красотка, не деген пара. Махаббат ескірмейтін, мынау жаңа махаббат қой. Алдарым құрақап Құрақап тұтыналардың бәрін ауыстыру керек сияқты еппіш. Олала. Сенші қымбатты инста отбасым, Астананың қақ төрінен өзіме бір жақын жақта керемет районнан осындай евродушка 2 бөлмелі пәтер сатып алдым. Бұл жолы өзіме емес, сатуға. Айтады ғой, айналаңда 5 үй сататын болса 6-шы сен боласың, Филиппер, 5 оқымыс болса 6-шы сен боласың дегендей, Айзат құрбым таңдап берген, осы жұғысты болады дейді. Расыменде қазір бұл жерде ең кереметі мен таң қалып тұрмын. Қараңызшы, ванныйы барлығы дайын ремонтпен. Мынандай енді квартираны чистовой ремонтымен бірінші рет алып тұрмын. Прям өте приятно екен. Кел де, чемоданымен келіп, өміріңді сүре берсең болады. Просто мебель жоқ, мебеліңді қоясың, анау қажетті заттарын қоясың, но ремонтпен классно да, черновой қап-қара болып тұрмайды. Ана қара жұмысты мен өзім маған андай квартира болып көрінбейді, қиын сияқты болып көрінеді. Ремонт та оңай емес, сондықтан да ремонт дайын, басында тіпті осылай мебеліңдеріңді әкеп қой да өміріңді сүре берсең болады. Өте керемет. Мынаның ремонты бітіпті. Біздікі қазір ремонт жүріп жатыр екен. Алла қаласа августте кілт береді. Жүріңіздер, мен өзімдікін барып сіздерге көрсетейін.